Мен 8-ші сынып оқушысы Құдайберген Әлия. Бүгінгі менің жобам тақырыбы күн энергиясы арқылы жылыжайларды жылыту. Бұл жобамның мақсаты экологиялық таза өнім алу, энергияны үнемдеу және жылыжайларды тұрақты температурада сақтау. Бұл күн энергиясын қолдану арқылы отынға деген тәуелділікті азайтып, жаңа өнім сапасын жоғары көтеріп, және де жыл бойы өнім алу мүмкіндігіне ие бола аламыз. Бұл жоба қандай құрылғылардан тұрады? Ең алдымен бізде күн панелі және гравитациялық батарея, одан кейін электр станциясы. Күн панелі арқылы біз электр энергиясын жинап, гравитациялық батареяға береміз. Гравитациялық батарея дегеніміз не? Ол ауыр затты жоғары көтеру арқылы энергияны жинап, кейін сол затты төмен түсіру арқылы энергияны электр энергиясына айналдырып беретін жүйе. Бұның ешқандай қоршаған ортаға зияны жоқ. Мысалға, біз қарапайым бір қолданып жүрген батарейканы алайық, ол бір данасы жерге тастайтын болсақ, шамамен 20 метр квадрат жерді ластайды. Ал біздің гравитациялық батареямыздың қоршаған ортаға зияны жоқ. Бізде келесі электр станциясы. Бұл гравитациялық батареяға жиналған механикалық энергияны электр энергиясына айналдырып береді. Күн панелі арқылы алынған электр тоғын электр қозғалтқышы арқылы гравитациялық батареяға су жинаймыз. Кейін гравитациялық батареяда жиналған су құбырлар арқылы су дөңгелегіне түсіп, су дөңгелегін қозғалтқышқа келтіріп, генератор арқылы ток аламыз.